Барлықтарыңызға қайырлы күн. Аспириннің топ 4 пайдасы туралы сіздермен бөліскім келіп тұр. Ацетилсалицил қышқылы халық арасында аспирин деген атаумен белгілі. Аспириннің ең бірінші пайдасы бұл безеуді кетіреді. 3 ас қасық суға 1 таблетка аспиринді салып, езіп, безеудің үстіне жағып қоясыз. Ол қабынуды басады. Аспириннің құрамындағы салицил қышқылы безеуді кетіруге көмектеседі. Терінің тесіктерін тазартып, қабынуды басады. Аспириннің екінші пайдасы бұл тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуына кедергі жасап, қатерлі ісіктің алдын алады. Аспириннің үшінші пайдасы бұл сүйелді кетіреді. Сүйелді кетіру үшін кішкене суға, 2 ас қасық суға 3 таблетка аспиринді салып, лимон сығындысын қосасыз және әбден араластырасыз. Дайын болған пастаны сүйелдің үстіне жағып, орап 1 күн бойы қолыңызда ұстайсыз. Осылайша сүйелден арылуға болады. Сондай-ақ аспирин қайғақтан бір жола құтылуға көмектеседі. Сол себепті одан көптеген сусабындар, шампуньдер жасап шығарады. Кішкене ыдысқа өзіңіздің шампуньіңізді құйып, 2 штук аспиринді салып, әбден езіп аласыз, сосын шашыңызға жағасыз. 30 минут ұстап, кейін жуып тастайсыз. Аптасына 2-3 рет қолданасыз. Содан кейін қайғақтан құтылуға болады. Осы ақпараттар сіз үшін пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Назарыңызға рахмет.